Достар, Tesla деген компания бар ғой, машина шығаратын, солар осындай күшті робот шығарды. Но шын робот жұмыс жасап жатыр еще. Өйстіп тұрып, жақыннан көрсетіп жатыр да, бұл камерада. Как будто жақыннан қарап жатқан сияқтысың. Әр детальдарын бүйтіп камерамен түсіріп жатыр, қараңыздаршы. Бұл попкорн сатып тұрған робот. Естіген шығарсыз жаңалықтардан. Осындай роботтар болашақта көп болады және арзан болады. Себебі қазіргі процессорлар, технология өте жақсы дамыды. Осылардың қозғалып жұмыс жасауына мүмкіндік беріп жатыр. Сол достар, осы роботтар болашақта сіздің орныңызды, барлықтарымыздың орнымызды басатын болады, болжамдар бойынша. Себебі бұл роботтар өте арзан жұмыс жасайды, ұйықтамайды біз сияқты. Сондықтан өте тиімді компанияларға бұл роботтарды жасау және адамдардың орнына қою. Ең бірінші қандай жұмыстар кетеді десеңіз, именно рутинный осындай, көрдіңіз, көп ойланатын ешнәрсе жоқ. Просто попкорнды салып, адамдарға беріп отыру. Осындай рутинный, өте оңай жұмыстар. Сондай қызметкерлер жұмыстан босатылады осындай роботтармен. Сосын жайлап-жайлап қиынырақ жұмыстарды жасай алатын болады. Сөйтіп болашақта адамдар жұмыс жасамайды деген сондай болжамдар болады. Енді жасайды ғой жұмыс адамдар, скорее всего. Осыларды басқаратын жұмыстар бар. Бірақ түбінде осылар бізді алмастырады дейді. Енді адамдар немен айналысады десеңіз, уже ол басқа бір тақырып, қызық тақырып. Сондықтан осы роботтар сіздің жұмысыңызды алмай тұрғанда, осы тақырыпқа жасанды интеллект деген тақырыбына кіріп, зерттеп, қызығып, жаңалықтарды қарап, сөйтіп хабардар болып жүріңіздер.